Құрметті ханымдар мен мырзалар, қош келдіңіздер. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Осылай керемет кешімізге баршаларыңыз келген екенсіздер. Орныңыздан тұрып шапалақтап. Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, Қазақстанның ерке қызы Алтынай Жорабаева қыздарыңызды шақырамыз. Шапалақ қошеметтеріңізді аямаңыздар. Екі жас алтын көпір болсын, алтын көпір мәңгілікке сынбасын. Все, хватит, папа. Екісі бір-біріне действительно сай екен, е? Жоқ, кейбір тойларда болады. Біресе мамамыз билемей қалады, билемейтін болып қалады. Немесе папамыз билемейді. Бұл кісі екеуі де билеп жатыр ба? Қалай шапалақ ұрмаймыз бұндай кісілерді? Салтанат жақсылап қарап ал. Қай жерде болса да осы кісіні көресің. Кухняда да, тұрсаң да, жатсаң да, тіпті ұйықтасаң да түсіңе кіреді. Бұл ене. Вот это ламбада. Ламбадан қазақтар билейма десем, қазақтар жолда қалып кетеді деген ғой. Мына кісінің бірақ төмен жағы қатты қимылдайды екен. Жоғары жағына қарағанда. Бар. Ходовка орында. Бачивник вообще шашылмаған. Нормально істеп тұр бәрі. Базар жоқ, красавчиксің. Қолдан кеш. Билейма десем, екі көзім төмен жақта ғой. Стоп, сен не істеватсың? Жоқ, сіз каблугын шешіп едіңіз, КамАЗдан түскен сияқты болып қалдыңыз. Бағана менің қасыма келіп жүргенде опасына әйел сияқты дедіңіз. Каблуг 20 сантиметрге алып көрсін. Срочно тоқтату керек. Сіздер алдынан қарап отырсыздар бұл кісілерді. Мен артынан қарап отырмын. Самый главный адамды осы тойды керемет өткізіп, қажындағы енді жақсы болып Ғалымжан өзімізге бір рахмет. Молодец. 30 тамадада, 30 где-то тамада. Сізді сразу фотоға қарап, таңдады. Рахмет. Для оправдания нашей ожидания.